Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін әдебиеттік оқу 4-ші сынып 4-ші тоқсан бойынша болашаққа саяхат ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалауын талқылайтын боламыз. Бізге жалпы 20 минут уақыт берілген және мәтін берілген. Осы мәтінге берілген тапсырмаларды орындауымыз қажет. Бірінші мәтінді оқып болсақ, менің болашақта ғарышкер болғым келеді. Сондықтан да көз алдыма өз болашағымды жиі елестетемін. Міне, қазір де қиялыммен көзді ашып жұмғанша болашаққа ұшып бардым. Жан-жағымда жалт-жұлт еткен жұлдыздар, бір кезде жарқ-жұрқ еткен найзағайдан кейін сатты суды жаңбыр жауа бастады. Кемпір қосақты тамашалайын деген оймен гүрс етіп бір жұлдызға қондым. Алақай, түрлі түсті кемпір қосақ та көрінді. Керемет көріністі тамашалап отырмын. Міне ғажап, кемпір қосақ арасынан мен болашақты көрдім. Болашақтың адамдары жұлдыздарды мекендейді екен. Олар мені көргенде бәрекелді, қош келдің, біз сені танимыз деп күлімдеп қарсы алды. Мен де олар мені қайдан таниды деген ой туындады. Бай-бай, олар осыншалық білімдар, озық, ойлы болып, ақылға байып, биік-биік қол жетпейтін кереметтердің бәріне қол жеткізген екен. Аспан денелерінде орналасып, әртүрлі қызметтер атқарып, ойлап тапқан жаңа жетістіктермен бөліседі. Озық дүниелер жасап, еңбек етеді. Әр жұлдызға шәкірттер тәрбиелейтін мектептері бар көрінеді. Бір аспан көліктерін мініп алып, жерге қонаққа келмекші. Шіркін, менде де сондай көліктердің бірі болса ғой. Яғни бірінші тапсырмамыз мәтіннен болашақтың адамдарының қонақжайлығын білдіретін сөйлемді белгілеп көрсет. Бұл жерде бәрекелді, қош келдің, біз сені танимыз деп күлімдеп қарсы алды. Яғни осы тұста қонақжайлық байқалады. Осы сөйлемді қоямыз, сіздер жазасыздар. Болашақтың адамдарының бірлігін көрсететін сөйлемді белгіле. Ойлап тапқан жаңа жетістіктермен бөлісіп отырады. Яғни бір-бірімен бөлісіп отырады, Бірінші абзацтағы көзі ашып жұмғанша деген тұрақты сөз тіркесі қандай мағынаны білдіреді? Көзі ашып жұмғанша деген ол тез арада деген мағынаны білдіреді. Екінші тапсырма, мәтіннің соңғы сөйлеміне сүйеніп кейіпкердің ойын жалғастырып жаз. Егер сенде болашақтың көлігі болса, не істер едің? Бұл жерде өздеріңіздің ойларыңызды жазуларыңыз қажет. Менде сондай болашақтың көліктерінің бірі болса, жұлдызға барар едім, жұлдыздардың барлығын зерттер едім, айға ұшып барар едім деп өздеріңіздің ойларыңызды, қиялдарыңызды жазуларыңыз қажет. Бұл тапсырма жалпы 7 балды құрайды. Баршаңызға сәттілік, бұл жобаны жақсылап тапсырыңыздар.